Сәлеметсіздер ме? Құрметті тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Мен перзентхана есігінен шыққанда жүрегімде бос кеңістік пайда болды. 17 жастағы қыз үшін өмірдің қаншалықты қыз үшін қиындығы қатал екен сол сәтте толық түсіндім. Құндақтаулы сәбиімді медбикенің қолына қалдырғанда көкірегімде бір үміт пен шексіз өкініш араласқан сезімдер арпалысты. Бұл менің таңдауым еді ме? Әлде мені осыған итермеледі ме? Әке-шешемнің масқара болма деген айқайы әлі күнге есімнен кетпейді. Сүйіктімнің бейнесі, оның бәрі жақсы болады, тек маған сен деген сөздері қаншалықты алдаудың көрінісі болғанын кеш түсіндім. Баламды тастап кеткенде оның кішкентай алақаны мені жібермей тұрғандай болды. Бірақ менің сол бір шешімім өмірімді ғана емес, оның да тағдырын өзгертті. Жылдар өтті, бірақ сол бос кеңістік толмай қойды. Мен оны қайта көре алам ба? Ол мені кешіре алам ма? Осы сұрақтар мені күн сайын мазалайды. Мен үшін бұл түн ерекше ауыр еді. Перзентхананың ақ қабырғалары тыныштықпен көмкеріліп тұрса да, жүрегімдегі дауыл тыныштық таппады. Жанымда тек анам болды. Ол менің жасырын сырымды білетін жалғыз жан еді. Қызым, сен аман болсаң болды. Құтылғаныңа қуан, деді. Ол қолымды қаттырақ қысып. Бірақ, анашым, бұл менің балам ғой. Қалай ғана оны тастап кетемін? Анам терең дем алды. Оның шаршаңғы жүзіндегі әжімдері бүгін бұрынғыдан да терең көрінетін. Сен әлі жассың, болашағың алда. Баланың болғаны дұрыс қой, бірақ қазір емес. Ол сенің жолыңды бөгейді. Сен бұған дайын емессің. Себебі сен өзің баласың, деді. Ел жұрттың көзіне қалай қараймыз? Әкеңді қара бет қылғың келеді ме? Әкем бұл оқиға туралы ештеңе білмеді. Ол әрдайым сұсты, қатал адам болған. Мені шексіз жақсы көретін. Отбасымызда жалғыз бала болғандықтан мен оны бар арманы мен үміті едім. Мені сәл ерке еткені рас, бірақ ол менің болашағымды жоғары бағалайтын. Егер бұл жаңалықты білсе, қандай жағдай болатынын елестеткімде келмейді. Әкең білмесе, бәрі басқаша болады деді анам, көзіме тіке қарап. Бірақ сенің өмірің ғой, жаңа басталуы керек. Мен сені қорғағым келеді. Сөзімді жұтып, анамның айтқанына көндім. Бірақ жүрегім қарсылық білдірді. Қолымдағы кішкентай сәбиімнің алақаны, оның тәтті иісі бәрі мені сол жерде тоқтатып қалғысы келгендей болды. Бірақ шешім қабылданды. Мен перзентхананың суық есігінен шыққан соң бәрі аяқталды. Қалаға оқуға келгенде армандарым аспандай болатын. Әкем менің білім алып, жақсы маман болғанын қалап еді. Қызым біздің мақтанышымыз ақылды, білімді болып шығады деп ауылға мақтанатын. Мен де сол үмітті ақтауға уәде беріп үйден кеткен едім. Бірақ үлкен қала, еркін өмір, жаңа достар бәрі басымды айналдырып жіберді. Жаңа ойын күлкі, жаңа таныстық, тәтті сөздер мен уәделер маған шындықты аластатты. Солай жүріп, ақыры ойнап жүріп от бастым. Ауылға қайтып барамын ба деп өзіме күн сайын сұрақ қойдым. Бірақ бет жоқ. Әкемнің жүзін елестетсем, оның маған деген сенімін, үмітін қалай жерге тастағанымды ойласам, аяқтарым жабысып қалғандай болды. Бірақ қалада қайтуға да оңай болмады. Бәрі өзгерді. Менің арманым да, өмірім де. Осындай шешім қабылдадым. Бәрін бастан бастаймын деп шештім өзіме. Өткенімді түзете алмасам да, болашағымды қайта құра аламын.
Сол бір қиын күндерді артқа тастап, өмірімді қайта құруға бел будым. Ұлым маған күш берді. Уақыт өтті. Енді мен бұрынғыдай аңғал қыз емеспін. Сабаққа уақытылы барып, артық ешкіммен сөйлеспей, өз мақсатымнан ауытқымауға тырыстым. Қатарымдағылар кешке қыдырып кетсе, мен үйде асығып сабақ оқыдым. Ер адамдардан көңілім мүлдем қалды. Ешкімге сенгім келмейтін. Медбике болу менің жүрегімдегі қалауы еді. Адамдарға көмек көрсету, олардың өмірін жеңілдетуге көмектесу маған үлкен қуаныш сыйлайтын. Тәжірибеден жақсы өтіп, оқуды аман есен аяқтаған күні жүрегімдегі жеңілдік пен қуанышты сөзбен айтып жеткізе алмадым. Дипломымды алып, ауылға қайтуды шештім. Жасым 23-ке толды. Әкем мені құшақ жая қарсы алды. Оның жүзінен мақтаныш байқалды. Бірақ сонымен бірге менің жүрегімдегі бір ой бар еді. Ол шындықты білсеше. Ауылда теріс әңгімелер пайда болатын еді. Ауылға жұмысқа тұрдым. Қызым, жасың келіп қалды ғой, тұрмысқа құруды ойлап қой, уақыт келді ғой, дейді анам. Бұл сөздерді ауылдастар да қайталап айтудан жалықпайтын. Өткенімді айтсам, пәк еместігімді білсе, олар не дер еді деген ой маза бермеді. Ауылдың белсендісі Қанат есімді жігіт бір күні маған ұсыныс жасады. Сен ақылды еңбекқор қызсың. Біз екеуміз жақсы жұп боламыз деп ойлаймын. Мен дайын емеспін, дедім. Бұл өтірік еді. Мен жай ғана қорықтым. Кешке жалғыз отырып, өткен өмірімнің сәттерін еске алатынмын. Мен өзімнің өткенімді мойындауға дайынмын ба деп өзіме күн сайын сұрақ қоя беретінмін. Бір күні ауылдың шетіндегі су құбырынан су алуға бардым. Әдеттегідей үлкен шелегімді көтеріп, сабырлы қадаммен келе жаттым. Күн жылынып, айнала шуаққа толған. Құбыр басында бір топ адам су алып жатыр екен, бірақ бәрі асығыс, өз шаруаларымен әлек. Мен де кезекке тұрып сабырмен күтіп тұрдым. Шелегім суға толып қайтып бара жатқанымда, кенет артымнан бір жігіттің даусы шықты. Қарындас, су тасу сізге ауыр емес пе? Көмектесіп жіберейін. Бұрылып қарасам, орта бойлы, көзінде бір түрлі жылылық бар жігіт екен. Жас шамасы менен үлкендеу көрінеді. Қолындағы өз шелегін жерге қойып, маған жақындай берді. Мен сәл таңғалғандай болып, бірақ елемеген кейіп таныттым. Жоқ, рахмет, өзім-ақ жеткіземін. Ол қасымда қатарласып жүре бастады. Сіздің бойыңыздай сұлу қыздың осындай ауыр жұмысты істеп жүргені дұрыс емес қой, деді күлімдеп. Мен жауап қатпай, адымымды жылдамдата бердім. Бірақ ол әңгімесін жалғастыра берді. Айтпақшы, менің атым Ернар. Осы жаққа жақында ғана көшіп келдім. Сіз қайда тұрасыз? Оны білу сізге не үшін керек, деп қысқа қайтардым. Ол бір сәтке ойланып тұрып қалды, бірақ көңілді кейіптен таңбады. Сіздің үй жаққа қарай болсын, көмектесіп танысып кетейін деп едім, бірақ ыңғай бермедіңіз. Оны да түсінемін. Мен ештеңе деместен жүрісімді жалғастыра бердім. Ол да біраз уақыт қасымда ілесіп жүріп, ақыры тоқтады. Менің оның сөздеріне мән бермей өз жолымен кетіп бара жатқаным оған ұнамаған екен. Сол күннен бастап Ернарды жиі кездестіре бастадым. Әрдайым сыпайы, әзілге жақын, бірақ маған қараған көздерінен бір ерекше сезімді аңғару қиын емес еді. Ал мен оны елемегендей түр танытып жүре бердім. Бірақ бір күні бұл елемеудің шегі келді. Ернардың маған деген сезімін әр келген сайын анық байқап жүрдім. Ол домбырасын алып келіп маған арнап ән айтатын. Әндерінде мені ақ гүлім, жұлдызым деп атайтын. Әр жолы бір шоқ гүлді қолына ұстап келетін. Гүлдерінің жұпары мені бейжай қалдырмайтын. Ал домбыраның үні жүрегімді тербейтін. Мен бастапқыда оны елемегендей болсам да, уақыт өте келе оған үйреніп, тіпті оны күтіп тұратын болдым.
Ол келгенде жүрегім ерекше бір толқыныспен соғатын. Бірақ ішімде бір қорқыныш бар еді. Егер ол менің сырымды білсе не болады деген сұрақ маза бермейтін. Сондықтан сезімімді ішіме бүгіп, сыр айын алдырмай жүрдім. Бір күні Ернар мені біраз уақыттан бері мазалап жүрген тақырыпты қозғады. Ол күлімдеп, бірақ әлде бір байсалды үнмен: «Жаным, сен мені түсінесің деп ойлаймын. Мен саған шын ғашықпын. Бірақ бұлай жүре беруге болмас. Менің жасым 29-ға келді, ал сен 24-тесің. Уақыт зымырап барады. Ата-анама сені таныстырсам деймін». Мен сасып қалдым. Оның шынайылығынан сөзсіз түсінсем де, менің ішімдегі қорқыныш сол сәтте күшейе түсті. Оның отбасы мені қабылдай ала ма? Егер ол менің өткен өмірім мен жүрекке түскен жарамды білсе, не ойлайды? Ол бұл сезімін бас тартуы мүмкін бе? Ернар қолынан ұстап: «Менің өмірімнің сен ең маңыздысысың. Сен туралы бәрін білгім келеді. Егер жүрегіңде мен туралы ой бар болса, ашық айтшы», деді. Мен оның көзіне қарадым. Онда сенім, мейірім және үлкен махаббат бар еді. Бірақ менің жауабым ернімнен шықпай тұрып қалды. Ернардың көзінен мейірім мен алаңдаушылықты көріп, жүрегім қатты соға бастады. Ол түн ішімен: «Қалың ойда жүрсің ғой, жаным. Айтшы, сені не мазалайды? Неге үнемі уайымдап жүресің?» деді. Менің ішімдегі қорқыныш пен сезімдер бұдан әрі тоқтауға мүмкіндік бермеді. Көзімнен жас ыршып кетті. Жылап тұрып: «Ернар, мен саған бәрін айтуым керек, бірақ неден бастарымды білмеймін», дедім. Өз қолымды мейіріммен қысып үнсіз тыңдады. Мен ішіндегі бар шындықты сыртқа шығардым. Өткен өмірімнен бастап кешкен қиындықтарымды, адамдардың маған қалай қарағанын, жүрегімде қалған жараны және осының бәрін қорқып, өзімді сенімсіз сезінетімді түгел айттым. Сөздерім үздіксіз ағылып жатты. Жылауымды тоқтата алмадым. Айтып болғанымда Ернар сәл еңкейіп бетімдегі жасты қолымен сүртті. Оның даусы бұрынғынан да жұмсақ болды. «Жаным-ау, өткен өмірді қайтеміз, ол артта қалды. Ең бастысы сенің қазіргі күйің. Мен сені қандай болсаң да сол күйіңде сүйемін. Бәрі жақсы болады. Еш уайымдама. Сені шын сүйетін адам ештеңеге қарамауы тиіс». Бұл сөздер менің жүрегімде жылулық сыйлады. Менің көзімнен жас әлі де тоқтамағанымен, ішімдегі ауыр жүк сәл жеңілдей түскендей болды. Ернар мені құшақтап: «Сен мен үшін қымбат жансың. Бұдан кейін бірге болсақ, бәрін бірге еңсереміз. Ештеңеден қорықпа», деді. Осы сөздерден кейін мен оның адалдығына, шынайылығына сендім. Өткенім қандай болса да, Ернар оны қабылдауға дайын еді. Бұл үшін жаңа өмірдің бастамасы сияқты көрінді. Енді менде өзіме деген сенім бар, ал қасымда мені шынайы сүйетін адамым бар. Ернар ата-анасымен таныстыратын күнді белгілеп, мені ертіп үйіне алып барды. Құрметті тыңдармандарым, әңгіменің екінші бөлімін келесі видеодан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.